Бүгін пинята сабағын көрсеткім келіп отыр. Пинята жасау үшін мен осындай силиконовый форманы алдым. Жүрекше болса да, қандай болса да, барлық пиняталар бірдей жасалынады. Қараңыздар, мен шоколадты темперировать еткен жоқпын, тек қана 27 градусқа дейін көтердім. Енді оның ішіне біздің шоколадымызды толығымен осылай құйып шығамыз. Жақсылап отырып соғып, енді формамыздың шет жағына барлығына осылай жағып шығамыз. Форманың мойын жағына кейде шоколадтар жетпей қалады, сондықтан өстіп көтеріп, оның барлығын өстіп жақсылап отырып жағып шығамыз. Форманың шет жақтары бізде өте ломки болып, өте хрупкий болып келеді, сондықтан біз форманың шет жақтарына осылай шоколадты бірнеше қайтара жағып шығамыз. Яғни біздің шоколадымыз форманың шет жағын барлығын өстіп бір қайтара қаптап тұру керек. Бірінші слойды жағып шықтық, барлық жерін қараймыз. Барлық жері жабылды ма шоколадпен. Барлық жабылғаннан кейін біз артық шоколадымызды қайтадан осы ыдысымызға құйып аламыз. Бірінші слойымызды жағып шықтық. Міне қараңыздар, кейбір ортаңғы жақтарында шоколад осылай бар. Оны бұлай шет жаққа кисточкамен немесе өзіңіз өстіп шоколадты распределять етіп, форманың ішінде жағып шығуға болады. Енді біз бұны бірінші слой матовый болғанша 5 минутқа тоңазытқышқа қойып қоямыз. Енді екінші слойды жағатын боламыз. Екінші слойды мен кисточканың көмегімен жағамын. Көрдіңіздер, уже шоколад бізде қоюланып барады. Бөлме температурасы бізде 27 градус болса да, шоколад қайтадан қоюланып барады. Енді біз екінші слойды жақсылап отырып жағып шығамыз. Именно мынандай складкалары бар, құлақтарын жанына кішкене көбірек, мойнына, мына қолдары жағына, мына жерлеріне шоколадты кішкене қалыңырақ қылып жағамыз. Осылай біз екінші слойды толығымен жағып шығамыз. Пинятаға 2-3 слой жақсаңыз болады. Қатты хрупкий болып, қатты қалың болмасын десеңіз, 2 слойда жеткілікті. Мен өзім жолдасым қалмасын, немесе для страховки всегда 3 слой жағамын. Осылай барлық шоколадымызды жағамыз, одан кейін тоңазытқышқа қатқанша алып қоямыз. Егер де 3 слой жазсаңыз, где-то бір 2 минуттан кейін қайтадан уже 3-ші слойды жақсаңыз болады. Менде мына жерде 50 грамм ерітілген шоколад, жай ғана ерітсеңіз жеткілікті. Біз қазір пластичный шоколад жасайтын боламыз. Енді оның үстіне мен 18 грамм глюкозный сиропты қосатын боламын. Кейбіреу глюкозный сироп, кейбіреуі бал қосып жатады. Мен өзім глюкозный сиропты қосамын. Бізге 18 грамм глюкозный сиропты қосу керек. Он 19 болып кетті, түгетпейді. Енді біз оны жақсылап отырып қазір араластырамыз. Сол кезде біздің шоколадымыз араластырып жатқанда қоюлана бастайды. Көрдіңіздер, уже шоколад қоюланып, уже араласпайтын жағдайға келген кезде біз оны қазір перчаткамызбен, қолымызбен жақсылап отырып бір массаж жасайтын боламыз. Міне қараңыздар, бізде сразу осындай комочек пайда болды.
шоколадты басында бояп алсаңыздар да болады, немесе қазіргі моментте де қоссаңыз болады. Мен краситель қоспай ұмытып кеттім, сондықтан қазір қосам. Қазір красительді қосып жіберемін и сонымен жақсылап отырып араластыратын боламын. Массаны жасаған кезде перчаткасыз жасаңыздар, өйткені перчаткада нитриловый перчаткалардың сыртында өзінде бір какой-то қышқыл дәмі болады. Ол біздің шоколадқа сіңіп кетпеу үшін біз голыми таза қолымызбен жұмыс жасайтын боламыз. Негізі красительді басында қоссаңыздар да жақсы, мен қоспай ұмытып кеттім, сондықтан қазір осылай барлығын бір масса болғанша жақсылап отырып, қалай айтсам болады, жмякать дейді ғой орысша. Бізде қазір рыхлый масса болып тұр, ол қазір бір однородный болғанша біз одан какао масласын шығаратын боламыз. Қараңыздар, бізден какао масло, шоколадтың какао масласы ағып жатыр. Сол кезде біздің массамыз более податливый болады. То есть какао масло аққаннан кейін біз ол массадан любой фигурканы лепить етсеңіз болады. Егер де какао масланы шығармасаңыз, сіздің массаңыз одан фигурка ештеңке жасай алмай қаласыз. Сондықтан бізге осындай созылатын массаға дейін жеткізу керек. То есть қазір мен оны былай тартсам, ол жыртылып қалып тұр. Енді ондай жағдайға емес, біз тағы да массадан шығарамыз какао масланы. Содан кейін көреміз. Міне қараңыз, шоколадты былай тартқан кезде ол бізде осындай созылып тұру керек. Міне, осындай күйге келген кезде біз бұл шоколадпен жұмыс істей берсек болады. Енді біз бұл массадан қазір шапка жасайтын боламыз. Ол үшін мен осындай үлкен емес бөліктерді бөліп аламын да. Осындай таяқшалар жасайтын боламын. Біз шапкасы тоқыма шапка сияқты жасайтын боламыз. Сондықтан енді осыны өстіп айландырамыз. Осы біздің массамызды толығымен осылай істеп шығамыз. Бізге қатты ұзын шапочка керек емес, сондықтан барлығын осылай жасап шығамыз. Осындай пластичный шоколадтан әртүрлі фигурка жасауға болады. Бұл жерде пластичный шоколадтың срок годности, яғни өзіңіздің глюкозный сироптың срок годностіне қарайсыз, сақтау мерзіміне, және шоколадтың мерзіміне қарап жасайсыз. Өйткені глюкозный сиропты сақтау мерзімі 6 ай қойдым, яғни 6 айдан көп сақтауға болмайды. Жасап қойған, яғни фигураларыңызда. Фигуралар өте дәмді болып шығады. Шоколадтың дәмі сияқты, бірақ кішкене тәттілігі аздау. Осылай біз барлығын бір-біріне кейін жабыстыратын боламыз. Өстіп жабыстырамыз одан кейін. Міне біз барлығын бір-біріне жақындатып шықтық. Бізде осындай бір
вязка сияқты, иә. Пинятамызды алып, соның үстіне осылай қойып көреміз. Шет жақтарын алып тастаймыз. Барлығы қатты, енді міне шет жақтарын ақырындап мишканың шет жақтарын былай ашып шығамыз. Бұл жерде сразу мишканы шығармаймыз. Менде силиконовый форма болғаннан кішкене қиындау. Егер де пластикалық форма болса, шығару кішкене оңайлау. Өйткені қараңыздар, артында менде осындай қалың пластик неме тұр, иә, силикон. Сол бойынша кішкене силиконды қозғалту, бұлай тарту қиындау. Осылай бірінші шет жақтарын толығымен ақырындап шешіп аламыз. Мишканы шығарғанда өте абайлап шығарамыз. Өзі шыға бастады мишкамыз. Шығарып алдық. Енді жаңағы жасаған шапочкамызды мына үстіне қойып көреміз. Получается, мына шет жақтарын кесіп алып, мына жерге бубенчик жасайтын боламыз. Қараңыздар, мен аюдың құлақтарын кесіп алып тастадым. Өйткені шапкасын жасағанға кішкене ыңғайсыз болып тұрды. Бізге более аккуратно істеу керек. Ал бұл бізде, получается, екі құлағы үшін кішкене бөлектеу болып тұрды, иә. Міне шапканы осылай қоямыз. Мына шет жақтарын кесіп, шапка сияқты қазір жасайтын боламыз. Міне мына жерінен шет жақтарынан осылай кесіп шығамыз. Екінші жағында тура сондай қылып кестім міне. Енді бұдан біз үстіне бұлай жалғап істесек болады. Шапочканың жалғасы сияқты, иә. Немесе тағы да осындай вязкаларды істеп, өстіп үстіне қарай жалғастырсаңыздар болады. Мен осылай жалғай салуды жөн көрдім, иә. Қазір қайтадан оны барлығын бір-біріне істеп тұрғанша. Ең төбес жағына осындай бубенчик сияқты жабыстырып қойса болады. Пинятамызға кигізіп көреміз басына. Бізде шапочкасы. Енді бізге шапканың астына фольга немесе бір нәрсені қою керек. Өйткені біздің шапкамыз бұлай жатып қалмау керек. Қазір біз оны осылай қоя салсақ, ол өстіп жатып қалады, потом өзінің формасын жоғалтып алады. Осылай пинятаға жабыстырамыз. Енді бұның астына біз осындай кусок фольганы алып, одан қазір өтіп объем жасаймыз. Енді осы объемный фольгамызды біз шапканың астына қоятын боламыз. Ол бізде шапкамыз осындай бір формада қату үшін. Міне осындай шапочка жасап қойдым. Мына жерде бубенчик сияқты істеп қойдым. Қалғанынан астына осы құлақтарын қойып қойдым. Енді біз бұны тоңазытқышқа қатқанша қойып қоямыз. Где-то бір жарты бір сағаттың ішінде біздің шапкамызда осындай формада қатып қалады. Осындай қардың шоколадтан жасаған соны жабыстырып қойғым келеді. Мына жеріне немесе мына жеріне, осы жеріне жабыстырып қойса әдемі сияқты. Оны біз осындай ерітілген шоколадпен жабыстырамыз. Қандай шоколад бар, сонымен жабыстырсаңыз болады. Главное, біздің шоколадымыз көрінбеу керек.
Енді мен алдын ала темный шоколадты ерітіп алдым. Енді қазір көздерін салатын боламыз. Бірінші тексеріп аламыз, қалай жазып тұр екен біздің. Көздерін салып шығамыз. Осылай күлімсіреп тұрған көздерін саламыз. Шоколад кішкене қоюланып тұр. Тағы да кішкене қолымның жылуымен жібітіп жіберемін де, одан кейін көздерінің суретін салып қоямыз. Екі көзі кішкене екі түрлі болып кеткен сияқты. Кірпіктер сияқты шет жақтарына осылай істеп қойдым. Енді астына күлімсіреп тұрған аузын саламыз. Енді самый главный мұрынын саламыз. Шоколадыңыз егер де қоюланып кетсе, осылай қолымыздың жылуымен және оны осылай мұжып жылтып аламыз. Сол кезде ол бізде жақсы сурет салатын болады. Және көрдіңіздер, көз жағын салған кезде менде кішкене неаккуратно болып шықты. Енді қазір мұрынын саламыз. Мұрыны бізде бір жаққа қарап тұру керек. Мұрыны дайын болды. Енді біз осы снеговиктің мойнына осындай жасыл лентаны жабыстыратын боламыз. Кішкентайлау қылып жасаймын, қараңыздар. Бірінші біз осылай жасап аламыз. Қатты үлкен емес қылып. Айландырамыз. Айландырғаннан кейін, міне қараңыздар. Мына жақтан осындай тағы да жасап аламыз да. Міне, кіргіземіз. Енді тартамыз. Екі саусағымызды кіргізіп алып, біз тартамыз. Бұл жерде бізге қандай размерде лента керек, сол бойынша біз жасаймыз. Әдемі жағын қаратамыз да. Мына жағын қаратсаңыз да болады, мына жағын қаратсаңыз да болады. Мына жағы әдемірек сияқты, сондықтан осындай лента пайда болды. Енді оны жабыстырсақ болады. Біз либо темный шоколадпен, либо сары шоколадпен жабыстырамыз. Қараңыздар, мен жұмыс істегенше темный шоколадым кішкене қатып бара жатыр. Қолмен тағы да оны жұмсарттым. Енді осы жерге тамызамын шоколадты. Соның үстіне тура біздің лентамызды осылай қоямыз. Міне. Тоңазытқышқа қойып қоямыз енді.